Армысыздар құрметті көрермендер, кезекті көкейкесті сұхбат хабары және де мен Жұлдызай Еспергенім. Қазіргі уақытта тыс ауру көпшіліктің басты мәселесіне айналып отыр. Оның ішіндегі мектеп оқушылардың тыс ауруы өте жиі. Соның ішіндегі қазіргі біз тіс емдеу кезіндегі анестезияның қаншалықты маңызды екенін және де оның ішіндегі емдейтін препарат силорон қолдану бала өмірінде қауіпті ме, әлде қауіпсіз бе? Бүгінгі студиямыздың қонағы дәл осы сұраққа жауап беретін Дэн Смайс стоматология клиникасының анестезиолог-реаниматолог дәрігері Әлімжанов Мейрам Өмірзақұлы. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Бірінші сұрағымыз, қазіргі таңда оқушылар арасында тіс ауру өте көп, және де олардың белгілері мен емі жайлы айтып берсеңіз. Қазіргі кезде бұл көкейкесті мәселе. Балалардың мектеп жасындағы, мектепке дейінгі жастағы балаларда өте жиі кездесетін мәселе. Қазір біздің клиникаға көп балалар жүгінеді емдеуге. Бұлардың белгілері тіс ауруы, көбінесе аузынан жағымсыз иіс шығу, тісте бір дақтар не болса, тістің құрылымының бұзылуы, және де бұның себептері ең біріншіден дұрыс тамақтану, дефицитті жағдайлар, темір немесе кальций не болса, басқа да элементтердің мен витаминдердің жетіспеушілігі әсер етеді. Сондықтан қазіргі фастфудтармен тамақтану, балалардың дұрыс тамақтанбауы, және де тәттіні көп жеу, газды сусындар, соның бәрі және басын себептері жаңағы ауыз қуысының гигиенасына көңіл бөлмеу, ата-анасының бұның қадағаламауы. Сондықтан қазір бұл өте жиі кездесетін ауру десек болады. Тіс шегісі, пульпит, периодонтит сияқты көп тіс ауруының асқынуларымен жүгінеді бізге. Бұл балалардың ішіндегі ең жиі көп кездесетін тіс аурулардың түрлері, оның ішіндегі ең қауіптісі бар ма? Ең қауіптісі енді периодонтит, периостит. Бұл енді тісінің мүлдем жақ сүйегіне өтіп, немесе одан бұны емдемесе, одан бетер асқыну болуы мүмкін. Бұл жағының ісінуі, инфекцияның басқа жақ органдарға немесе тіндерге тарауы мүмкін. Жалпы негізінен стоматология аурулар бастапқы кезінде белгілі бір симптомсыз өтеді, бірақ та тіс емдеу кезіндегі жалпы жылына кемінде неше рет профилактикалық тексеріс өткізуге тиіс? Негізі жылына 2 рет тексерістен өткен дұрыс, бірақ қазіргі стоматологтардың нұсқауы бойынша 3 ай сайын стоматологқа келіп тексерістен өткен дұрыс. Өткені кіші жастағы балаларда тіс аурулары тез дамиды, және 2-3 айда асқынып кетуі мүмкін. Сондықтан 3 ай сайын дәрігерге қаранып, ауыз қуысын бір тексертіп ұсыныстар алған дұрыс. Ал енді жалпы өзіміздің осы тақырыбымызға байланысты жақынырақ сұрағымыз, тіс емдеу кезінде анестезия керек пе және не үшін? Тіс емдеу кезінде анестезия көбінесе керек болады, өйткені балалар көбінесе тісінің асқынған, тіс жегісінің асқынған түрімен келеді. Сондықтан жергілікті жансыздандыруға тура келеді. Не осы емдеу күрделі және көлемді болса, онда жалпы анестезияға жүгінуге тура келеді. Өйткені бір емдегенде, мысалы 7-8 тісін бірақ емдеуге келмейді. Сондықтан 1-2 тіс болса, және бұл тіс шегісі бастапқы дәрежеде болса, онда жергіліксіз жансыздандырусыз да емдеуге болады. Бірақ егер тіс шегісі тереңірек, пульпаға не болса, дентинге кетсе, онда жансыздандыруға тура келеді. Соның ішінде мысалы наркозбен емдеу кезіндегі біз нақты білмей тұрмыз, бұл бала өміріне қауіпті ме, әлде қауіпсіз ме, яғни оның ішіндегі баланың дамуына. Оның ішіндегі жаңағы заманауи тіс емдеудегі қауіпсіз препарат, ол бізде жаңағы силорон қолданылады. Жалпы осы препараттың бізге медициналық тұрғыдан терминін аша аласыз ба? Оның ішінде қандай химиялық құрамы бар дегендей? Силорон бұл негізгі әсер ететін заты бұл севофлюран, халықаралық атауы. Бұл ингаляциялық газды анестетик, яғни препарат газ түрінде, соны демау арқылы адам
анестезияға және наркозға енеді. Бұл бүгінгі ең қауіпсіз және ең кеңінен қолданатын дәрілердің препараттардың бірі. Және бұл өзінің бірнеше препарат Японияда 70-ші жылдары ойлап табылған. Содан бері көп клиникалық тексерістен өтіп, соңғы 20-30 жыл кеңінен қолданып жүр. Жалпы біздің мемлекетте емес, жалпы әлемде бұл препарат жиі қолданады, өзінің қауіпсіздігін көрсетті және өзінің тиімділігін көрсетті. Бала денсаулығына бұл ешқандай кері әсер бермейді. Баланың дамуына, ойлау қабілетіне, немесе өмір сүру ұзақтығына, немесе басқа ішкі ағзалардың жұмысының өзгеруіне, бұзылуына әсер етпейді. Сондықтан бұл қауіпсіз деп толыққанды айта аламын. Тоқтай, бұл жалпы кейбір айтқан сөздерді ол кішігін біз миф түрінде айтсақ та болады, мысалы айтады ғой, жалпы наркозбен баланың өміріне кері әсерін тигізуі мүмкін, ішіндегі баланың өмір ұзағын қысқарту дегенде, немесе наркозда бала оянбай қалу дегендей. Бұл ата-аналардың жиі қойылатын сұрақтары, бала наркоздан оянбай қалса не істейміз деп, не болса ояна ма, не болса өміріне, немесе денсаулығына әсері бар ма деп жиі қойылатын сұрақтар. Мен оларға консультация беріп, бұл препараттың ағзаға өте қауіпсіз екенін көзін жеткізем. Бұл жалпы препарат көп тексерістен және көп клиникалық испытаниялардан сондықтан өткізілген, өзінің қауіпсіздігін дәлелдеді. Ешқандай кері әсер, аллергия туғызбайды бұл препарат. Адамның өмір сүру ұзақтығына да әсер етпейді, денсаулығына да әсер етпейді. Бұл препараттар, қазіргі препараттар, бұрынғы препараттар сияқты емес, бұлар қысқа әсер етеді және организмден тез шығарылады және әсері тез жоғалады. Сондықтан ағзаға әсері аз. Сонда наркозбен тістерді емдеу кезінде балалардың бір уақытта неше тісі емделеді? Бір уақытта біз ауыз қуысының барлық санациясын жасаймыз. Кей кезде 20 тіске дейін емдеп жатамыз. Орташа осы есеппен бір 5-10 тіс емдейміз. Енді әбден асқынған түрлері болса, 20 тістің 20-сын да емдеп тастаймыз. Сондықтан наркоз орташа есеппен 3-4 сағат көбінесе болады, одан да көп ұзақ наркозда да болады. Бірақ орта есеппен сол 5-10 тістерді емдейміз. Енді баланың жағдайына байланысты және ауыз қуысының тістерінің қаншалықты бұзылғанына байланысты. Міне, жалпы осының ішінде балаларға негізінен наркоз барысында жалпы әр маман балалардың өмірлік көрсеткіштерін міндетті түрде біліп алу керек. Оның ішіндегі жалпы айтсаң ішіндегі ЭКГ, яғни сонымен қатар қан қысымы, температура дейді. Жалпы бұл қай уақытта бұның барлығы тексерілінеді? Анестезияға, яғни наркозға, жалпы анестезияға алғаннан бұрын біз балаларды толық тексеруден өткіземіз. Қосымша талдаулар тағайындаймыз. Жалпы қан анализі, биохимиялық қанның ұю туралы анализдер, деректерді және жүрек қан тамыр жүйесінің жұмысы туралы бізге ақпарат беретін талдауларды, тексерісті тағайындаймыз. Бұл ЭКГ, жүректің эхокардиографиясы, жалпы клиникалық, биохимиялық анализдер барлығы тексерістен өтіледі. Егер балада ешқандай қарсы көрсеткіштер және жіті аурулар болмаса, онда анестезияға ала береміз. Егер балада жіті аурулар болса, тұмау, температура, интоксикацияның белгілері не болса, анализдер бойынша өзгерістер болса, онда бала дайын болмаса, анестезияға біз алмаймыз. Дайындап, жоспарлы түрде анестезияға дайындау керек. Соны біз жүргіземіз. Өйткені бұл бала
ойнауға бара жатқан жоқ, қыдыруға бара жатқан жоқ. Сондықтан анестезияға, не наркозға бара жатыр. Ата анасы жағынан және біздің жағымыздан жауапкершілік танытып, толыққанды дайындалу керек. Және де осы айтып жатырмыз, негізі енді наркозда жас ерекшеліктерін ескеру принципі өзінің бір көлемі бар ма балаларға? Әрине біз анестезияны, дәріні, не болса барлық анестезияның барлық жағынан жаңа демалу параметрлі болсын, не болса өмір қадағалау параметрлі болсын, жас ерекшелігіне, салмағына және басқа ерекшелігіне қарап белгілейміз. Қосымша жаңағы сырқаттары болса, оны да ескереміз. Жалпы бізге жүгінетін балалардың, емдеуге жүгінетін балалардың жартысынан көбі бұл қосымша сырқаттары бар балалар. Бұл жүрек қан тамыр функциясының бұзылуы мүмкін, жүрек ақаулары, немесе неврологиялық аурулар, аутизм, ДЦП дамуының тұрақтанып қалуы, немесе басқа да неврологиялық, психологиялық аурулар болса да біз ала береміз, өйткені севараның организмге әсері аз, жағымсыз әсері жоқ десе де болады. Сондықтан қосымша ауру болса да қауіп неге қарағанда, сау балаларға қарағанда қауіп көп өзгермейді, көбеймейді. Сондықтан қосымша аурулар болса да біз анестезияға ала береміз. Бірақ бұл жаңағы ремиссия кезінде, не болса баланың тұрақты кезінде алуға болады. Жағдайы тұрақты кезінде. Жоқ болса, иә? Жоқ болсымен қатар енді ата-аналардың сонда бір толғандырып үйлендіретін бір мәселе бар, қорқыныш. Енді жаңа айтып жатырмыз, енді өзіне жаңағы наркоздан кейін, яғни балам жалпы негізі ұйқыдан тұра ала ма дегенде, ол әр ата-анадан қойылатын сұрақ, иә. Бірақ ең басты жиі қойылатын ата-анадан қандай сұрақтар қойылады? Ата-ана көбінесе наркоздың ұзақтығы бойынша сұрақ қояды, және баланың дамуына әсері бар ма деген сұрақтар қойылады. Жаңағы жоғарыда айтып кеткендей, баланың өміріне, немесе денсаулығына севаран препаратының әсері аз, жағымсыз әсері. Бала ұйқыға кіріп, жай ұйқыдан, қалыпты ұйқыдан оянғандай оянады. Ол негізі препарат, қысқа әсер ететін препарат, организмнен тез шығарылады. 10-15 секундта бала ұйықтайды газды бергеннен кейін, және газды тоқтатқаннан кейін, севаранды тоқтатқаннан кейін бір 15-30 минутта бала оянады. Оянғанда бала толық есінде оянады. Наркоздан кейін сандырақ, немесе елестеу, немесе психоз деген жағымсыз әсерлер болмайды. Басқа наркозға қарағанда севаран қалыпты ұйқыдан оянғанда бала оянады. Және бұл біз ата-анасына бұл севараның әсері туралы толыққанды мен ақпарат берем. Сосын ата-ананың қорқынышы азайып, кішкене қорқыныштар азаяды ата-аналардың. Өйткені ақпаратты білмегесін, препараттың қандай әсер беретінін білмегесін, ата-аналар қорқады. Толық ақпарат басынан аяқ бір жарты сағат консультация жүргіземін. Наркоз не екенін, қалай жүретінін, қандай препарат өтетінін, жалпы наркоздың басынан бастап аяғына дейін қалай өтетінін бәрін суреттеп айтып беремін. Сонда ата-аналар кішкене тыныштанып, жүрегі орнына түседі. Жалпы осымен қатар осы наркоздың енгізу барысында балаларды әрине дайындайды, бірақ та енді бізге қысқаша айтсаңыз, балаларға осы наркозды енгізудің алдында бала неге дайын болу, яғни тамақтануға бола ма, қандай сұйықтық сусындар ішуге болады, жалпы баланы қалай даярлайсыздар? Біз наркозға дейін, жалпы қандай наркоз болмасын, протокол бойынша анестезияға дейін бір 6 сағат тамақ ішпеу керек бала. Кемінде 4 сағат су ішпеу керек. Және бала толық ұйқысын қандырып, және денсаулығы дұрыс болып, жақсы демалу керек. Одан басқа сондай
бір ерекше дайындалатын заттар жоқ. Сол көбінесе тамақтан 6 сағат тыйылу және сусыннан 4 сағат тыйылу. Басқа өмір сүру қалыпты жағдай жүре береді. Ішетін дәрін іше береді. Қалыпты ұйқы, қалыпты тамақтану. Барлығы бір қалыпты болады дейміз. Жалпы келесі сұрағымыз, сіздің клиникаларыңызда осы қандай анестезиялық әдістер қолданыста? Бізде енді стоматологтар жергілікті анестезия қолданады, әртүрлі дәрілік препараттармен алдын ала сол дәрілерді аллергияға тексереді. Яғни жағымсыз әсерлерге, егер жағымсыз әсерлер болмаса, онда жергілікті анестезия жасайды. Және егер тіс жегісі асқынбаған болса, және емдеу көлемі және үлкен болмаса, және күрделі болмаса. Егер емдеу көлемі, яғни бірнеше тіс болса, егер олар күрделі ем болса, және де жергілікті анестетиктерға жағымсыз әсер болса, немесе аллергия болса, онда жалпы наркозға жүгінуге тура келеді. Негізі жалпы наркозға көрсеткіш бұл 3 жасқа дейінгі балалар, қосымша неврологиялық не болса, психологиялық сырқаттары бар балалар, яғни олар қалыпты кәдімгі емдеуге жата алмайды. Яғни олар тыныш тіс емдеген кезде отыра алмайды, сондықтан аузын ашпайды. Сондықтан 3 жасқа дейінгі балалар, ерекшеліктері бар балалар, және де жергілікті анестетиктерге аллергиясы бар балалар, және де қорқыныш фобиясы балалар бар. Бізге балалар ғана емес, ерекшеліктер де келеді. Фобиясы бар, өйткені бала кезінде шошынып қалған адамдар болса, мысалы стоматологтан қорқып, қалыпты приемда мысалы емдеуге қорқады. Сондықтан жалпы анестезияға да ересектер де келеді бізге. Осындай көрсеткіштер. Енді бір тіс үшін біз жалпы анестезияға наркозға алмаймыз, әрине. Бұған әрине бір көрсеткіштер бар. Біз көбінесе жалпы наркоздан қалай айтады, есе болады. Бәріне дерлік жасай бермейміз, оның өзінің көрсеткіштері бар, және өзінің қарсы көрсеткіштері бар. Сондықтан бәрін стоматологпен келісе отырып, науқастармен келісе отырып, бір шешімге келеміз. Егер қарсы көрсеткіштер болмаса, және жалпы наркозбен емдеуге көрсеткіштер болса, онда аламыз. Жалпы Мейрам мырза, енді өзіңіздің естен кетпес сондай бір ота сондай бір болды ма? Сондай бір қиын дегендей. Жалпы біздің клиника 5 жылдай жұмыс жасайды. Қиын жағдай деп есіме ешқандай ештеңе түспейді. Өйткені бізде 5 жылда ешқандай жағымсыз әсерлер не болмаса ауыр жағдайлар ешқандай болған емес. Бірақ бір жағдай есімде, осы күздігіні бір бала емдеуге келді. Ерекшеліктері бар бала, және қосылаққа ауру, бірнеше аурулары бар. Бір 9 жастағы бала деген есімде жоқ. Сол бала бірінші келгенде қарсы көрсеткіштері болды. Яғни мен оларды әрине анестезияға алған жоқпын, емдеуге жібердім, ұсыныстар беріп. 1-2 жұмадан кейін емделіп бізге келді. Сонда біз анестезияға алғанда демалу жолдарының аномалиясы болды, ақауы болды. Сондықтан көмейінде көмейінде ақаулар болды. 70%-ға көмейі тарылып қалған екен. Сондықтан бала кішкентай жасынан бастап бронхиальный астма бойынша тіркеуде тұрады екен. Мен соны анықтап, баланы наркоздан оятып, ұсыныстар жазып бердім, алдын ала диагноз жазып бердім, сосын жергілікті жерге дәрігерлерге жібердім. 1 айдан кейін бала Астанада ота жасап, проблемасын шешті денсаулық бойынша. Сосын бізге Астанадан кейін келіп, бізге тіс емдеуге келді жалпы наркозға.
жаңағы мен алдын ала қойған диагнозым расталды, және бала кішкентай кезінен бронхиальная деп жүрген ауруы сөйтсе көмей жаңағы кеңірдектің екінші дәрежелі стенозы болып шықты. Сонда сіз ең бірінші осы баланың диагнозын анықтай отырып, ең сондай бір айтып отыр, сондай бір маңызды, тыныс алу жүйесіндегі айтып болады. Сіз анықтап отырып, сосын оны Астана қаласына барып емдеп, содан кейін сіздің клиникаңызға келіп өз тісін емдетті. Керемет, тамаша. Онда осындай қиындықты, осындай бір негізінен қызықты сәттерге толы денсе енді. Жалпы енді клиникаңызда енді тіс емдеудің бар құрал жабдықтары жалпы негізінен толықтырылған ба айтып жатсыз, клиникамызға негізінен сондай бір 5 жылдай болды дедіңіз. Клиникамызда алғашқы көмек көрсетуге жалпы бір жағдай туғанда көмек көрсететін құрал жабдықтардың барлығы және дәрілік препараттың барлығы дерлік бар. Бұл дем алу аппараты, наркоз, адам өмірін көрсеткіштерін бақылайтын құрал жабдықтар, анестезиолог монитор болсын, капнограф болсын, және дефибриллятор, ауыз қуысын тазалайтын санацияға пайдаланатын құралдар, және басқа көп стоматология құралдары бар. Жалпы мен анестезиология бойынша құрал жабдықтың бәрі бар, алғашқы көмек көрсетуге және препараттың бәрі бар. Және жағымсыз әсер пайда болатын кезде қолданатын антидоттар бар, оның ішінде дантролен. Осы күнге дейін дантролен Қазақстанда болмаған еді, қазір регистрациядан өтіп, қазір дантролен отанымызда бар. Сондықтан оны бізде алып, қазір ол бізде бар. Егер жағымсыз әсер болса, әсіресе біз көмек көрсетуге дайынбыз. Бірақ 5 жылда қайталаймын, бізде ешқандай бір жағымсыз әсер не болса, аллергиялық реакция не болмаса, басқа асқыну болған емес. Жалпы клиникаңыздың былай қайтып болсақ, 2024-2025 жылдың статистикалық деректері бойынша жалпы балалардың қазір келу саны бір азайды ма, әлде бір керісінше көбейіп жатыр ма? Біз айтамыз ғой, тіс ауруы көбінесе мектеп оқушыларда асқынып жатыр деп. Жоқ, жалпы тек қана мектеп оқушыларында емес, мектепке дейінгі жастағы балаларында бізге ең кішкентай бала бұл 11 айда болды. 11 айлық бала. Жалпы қазір дефициттік жағдайларға байланысты балалар тісі шықпай жатыр, бұзылып жатады. Мысалы 2-3 жасында балалар тісінің жартысынан дерлік айырылып жатады. Өйткені біз көрсеткіш бойынша сол тістерді алып тастауға тура келеді. Өйткені асқынғаны сонша бұны сақтап қалу мүмкін емес. Сондықтан ол көбінесе ата-аналардың баланың тіс гигиенасына кішкене салғырттық қаратып, бақыламауы, одан кейін дефицит жағдайларын қарамау, мысалы медициналық тексерістен өтпеуі, сондықтан барлығы кішкене кешіп келуі болады. Сондықтан біз әртүрлі жастағы балалар болады, соның әртүрлі асқынулары болады. Сондықтан егер балаңыздың тістерін ауысқанша, тұрақты тістері шыққанша сақталсаңыз десеңіз, ертерек келіп 3 ай сайын баланы тексерістен өткізіп өту. Біз жалпы әріптестеріміздің жартысы өз балаларын клиникада севаран арқылы жалпы анестезия бойынша емдеді. Соның ішінде мен өзім баламды наркоз бойынша емдедім. Өйткені бір 10 тіс болды емдейтін, және де бала қорқатындықтан жалпы анестезияға жүгінуге тура келді. Сондықтан біз енді күнде неше түрлі көреміз, тістердің сондай жағдайларын көріп, ата-аналарға ең бірінші сол баланың тісіне мұқият қараңыздар, гигиенасын қадағалаңыздар деп ұсыныс өтініш айта аламын.
Тамаша, енді сізге рахмет, осындай біздің қызықты да сондай бір мәселеге айналған тақырыбымызға келіп осындай сұрақтарыңызға жауап берген үшін. Енді жалпы осындай жыл енді берекелі мереке жыл болсын. Сізге Мейрам мырза көптен көп рахмет. Енді құрметті көрермендер, бүгін біз енді өзіміздің тыс аурулардың қаншалықты, яғни оның ішіндегі препараттың қазіргі кездегі заманауи қолданып жатқан балалардың өміріне қауіпті ме, әлде керісінше ме, осының барлығын білген едік. Яғни бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Денис стоматология клиникасының анестезиолог реаниматолог дәрігері Әлімжанов Мейрам Өмірзақұлы. Құрметті көрермендер, осымен біз өз сұхбатымызда аяқтайтын боламыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.